Ал, дайынсыздар ма? Сіздер дайын болсаңыздар, бисмилля деп. Ал, ассалаумағалейкум арма қазақ. Қонақ келсе, қой соймайтын барма қазақ. Көрдік қой талайларды мен деген ет жеуден қазақ пен қасқырға ешкім тең келмеген. Мына жиын кең молынан болсыншы деп, мына енді ет жеген қазағымның көңілі тойсыншы деп сіздерге арнайы Қазақ ел компаниясы атынан жалынды сәлем. Мен есім Әділет, мен жеткізу қызметкері болып табыламын. Сіздерге өз шырында бұқтырылып пісірген қой етін ұсынуға мен өте қуаныштымын. Біздің тағамдар тек қуаныш себептермен жиылған дастархан басына табылады деген ойдамын. Қазақ атам айтқандай, қонақ келсе ет пісет, ет піспесе бет пісет. Ал сіздерге компания атынан кішігірім сыйлықтар олар. Екі еселенген күйінде келген аппақ қардай ақ күріш, қуылған картоп, эксклюзивті тұздық арнап шын жүректен пісірілген қой еті. Өкінішке орай қазіргі таңда ата бабамның көптеген салт дәстүрлері ұмытылуда. Егер де нақтылап айта кететін болсақ, ол 4 түлік малдың, яғни қой етінің 12 мүшеге жіл 4 созбайға әдеттен озбайық деп мен бастайтын болсам, мына енді жас отбасыларға тарту ететін болған атам қазақ. Олды қызды болғысы келген кісілерге енді халқымда ол тусын, қыз тусын, асық атсын деген ниетпен мына асықты жілік енді жеке ыдысқа салып алып кетсеңіздер болады. Келесіде